Бұл тасмандық сайтам. Ол дәл қазір қандай да бір өлі жануардың етімен қоректенуде. Қарын тойған соң оған суық түнде паналайтын орын қажет. Алайда ол арнайы орын іздеп бас қатырмайды. Дәл сол жеп жатқан өлі жануардың ішіне кіріп, ұйқысын қандырып шығады. Назар аударайық. Бұл өзіне қауіп төнген жағдайда өте улы токсин бөлетін қырқаяқ. Бірақ уды өз пайдасына қолданатын тұрақты тұтынушылары бар. Қара лемурлар. Олар қырқаяқтарды ұстап алып, басын тістеп, өздерінен сол токсиндерді бөлуге мәжбүрлейді. Сол шыққан уды жүндеріне жағып, тердегі паразиттерден құтылады. Сонымен қатар, удан лемурлар масайып, ләззат алады. Ғалымдар бұл құбылысты табиғаттағы есірткі қолдану мысалының бірі деп атайды. Бұл құстар тупиктер. Тамақ іздеу үшін олар күн сайын өз ұясынан өте алысқа ұшады. Қазір олар балапандарына балық әкелу үшін ұясынан шамамен 50 шақырым жерге дейін ұшып келді. Қажетті орынды тапқан соң тупиктер бірден су астына сүңгиді. Мұндай балыққа бай жерлерде басқа бәсекелес балықшылар да кездеседі. Мысалы, хайер деп аталатын құстар. Тупиктер секілді олардың да қысқа қанаттары бар. Сондықтан олар су астында сүңгіп, еркін жүзеді. Олар 1 минутқа дейін демін ұстап, 40 метр тереңдікке дейін сүңге алады. Міне, ұстады. Енді аузындағы балықпен 50 шақырым жерге дейін қайта ашу керек. Дәл солай, мыңдаған құстар табыстармен дереу үйге қарай ұшады. Бірақ ежелгі керуендер секілді жарты жолда оларды тонаушылар күтіп тұруы мүмкін. Ұзақ еңбектеніп, қаншама шақырым ұшып келген құс ұясына жақындап қалды. Бірақ атап айтқандай, бұл маңда қарақшылар бар. Қысқа құйрықты құрақ тұмсық. Олар тупиктердің аулаған олжасына аңшылық жасайды. Құрақ тұмсық тупиктердің тұмсығындағы балықтарды жұлып әкетеді. Өкінішке орай керуен тоналды. Қаншалық таңқаларлық болса да, жануарлар әлемінде де осындай қарақшылар бар. Ұзынша әрі сәл иілген қанаттары бұл жыртқыштарға жылдам және епті болуға мүмкіндік береді. Мұндай айлаға тек олар ғана емес, Кариб теңізіндегі Табаг аралында мекендейтін алып фрегаттар да шебер. Олар қызыл тұмсық фаэтондарға шабуыл жасап, олардың олжасын тікелей тырнағынан жұлып алуға тырысады. Тіпті фаэтон олжасын тастап жіберсе болғаны, фрегат оны бірден қағып алады. Бұл құстарды нағыз Кариб теңізінің қарақшылары деуге болады. Бразилия мен Аргентина шекарасында әйгілі Игуасу сарқырамаларының маңында да ерекше құстар мекендейді. Ағыс жоғарысында үлкен бөгет бар. Егер бөгет артық суды бір мезетте босатса, сарқырамалар 2 есе ұлғайып, жергілікті тіршілік иелеріне үлкен қауіп төнеді. Бірақ соған қарамастан, олар сол жерде тіршілік етулерін жалғастырады. Бұл құстар ымырт уақытында ұшатын америкалық сұр қарлығаштар. Олар гүрілдеген қауіпті су ағымына жақындап келіп, кенеттен көзден ғайып болады. Құстар судың қалың қабырғасын тесіп өтеді. Таңғаларлық. Мұндай қабілетке олар су өткізбейтін қауырсындарының арқасында ие. Бірақ неге олар сарқырама арқылы ұшады? Себебі дәл сол су пердесінің арғы жағында олар ұя салады. Бұл жерге құстардың басты жаулары, таулық қаракаралар жете алмайды. Сондықтан балапандар үшін ең қауіпсіз орын осы жер. Сұр қарлығаштарының балапандарының өмірі толық қауіпсіз деп айту қате. Балапандар ұшуды үйренетін сәті келген кезде бөгеттен су ағысы күшейеді. Судың әсерінен ересек құстар ұяларын тастауға мәжбүр болады, ал балапандар жалғыз қалады. Оларда судан өтетін суға төзімді қауырсын жоқ. Соның салдарынан әр жылы осындай су босатулар жүздеген балапанның өмірін жалмайды. Бірақ өмір үшін күресіп, соқыр инстинктің жетегімен кейбір балапандар бәрібір суды жарып өтіп, тірі қалады. Аустралиядағы Ропер өзенінде де өмір үшін күрес олардан кем түспейді. Бұл өзен жыл бойы ағып, күн сәулесін ұнатпайтын жануарларға пана болады. Солардың бірі үлкен жапалақ тұмсық жарқанаттар, яғни ұшатын түлкілер. Ұшатын түлкілер мұссондық жаңбырды күтуде. Ал дәл қазір ауа температурасы плюс 40 градус Цельсий. Тағы бірнеше градусқа көтерілсе, олар қырылады. Жануарлар көлеңкедегі орындар үшін бір-бірімен таласып, шөлден қиналуда. 300 мыңнан астам ұшатын түлкілер суды аңсап тұр. Оларды құтқара алатын жалғыз нәрсе Ропер өзені.
Бірақ судың жанына қонып ішу қауіпті. Өйткені өзенде австралиялық тұщы су қолтырауындары толып жүр. Алайда түлкілердің ерекше қабілеті бар. Суды ұшып келе жатып ішеді. Олар төмен қарай құлдилап, құсақтарын суға тигізіп өтеді де, кейін денесінен қалған суды жалап ішеді. Бірақ мұндай тәсілдің өзі де өте қауіпті. Күн ыстығында қолтырауындар жылдам әрі епті болады. Олардың жағы көзлеспей жабылады. Сондықтан түлкілер бұдан да жылдам болуы керек. Күн сайын кешке бұл жерге мыңдаған жарқанаттар ұшып келеді. Бірақ олардың бәрі аман қайтпайды. Қолтырауындар бұл жерде ежелден бері мекендейді. Жаңбыр маусым басталғанша ұшатын түлкілер күн сайын өмірлерін қатерге тігіп су ішуге мәжбүр. Жоғары интеллект көбіне үлкен миы бар сүтқоректі жануарлармен байланыстырылады. Бірақ кішкентай тіршілік иелері де өз ақылдылығымен таңғалдыра алады. Мысалы, Аустралиядағы үлкен тосқауыл рифінде мекендейтін бір балық біздің балықтар туралы түсінігімізді өзгертеді. Бұл азулы ерін. Ойланып қарасақ, балықтың бұндай қабілетке ие екеніне сену қиын. Бірақ мына видео ондай пікірге қарсы дәлел. Таңертең ол рифтің шетіне жүзіп барып, құм мен мажан сынықтарының арасынан азық іздейді. Міне, кішкентай бір ұлуды тапты. Бірақ оның қабыршағын қалай ашады? Ішіндегі етке қалай жетеді? Азулы ерін өз үйіне қарай. Яғни шойынқы тастары бар маржан тостағанына оралады. Ол ұлуды алып, сол тастың қырына соғады. Ұлуды жару үшін бірнеше рет қайталау қажет. Бұл қолсыз балық үшін оңай шаруа емес. Бірақ ол өз әрекетін тоқтаусыз орындап, ақыры өзінің түскі асына қол жеткізеді. Оңтүстік Америкада әлемнің ешбір жерінде баламасы жоқ шағым бір жылға бар. Мұнда Бонитада тұщы су жерасты көздерінен атқылайды. Әктас жыныстарының арқасында бұл көлдердегі су кристалдай мөлдір. Ал онда пирапутанга деп аталатын таңғажайып балық мекендейді. Су соншалықты мөлдір болғандықтан, бұл жануарлар су бетінде болып жатқанның бәрін көре алады. Сонымен қатар, мұнда қоңыр капуцин маймылдар да тіршілік етеді. Олар тамақтану үшін келгенде. Пирапутанга оларды көзінен таса қылмай, маймылдар қайда барса, балықтар олардың соңынан ереді. Әдеттегідей капуциндер түскі асқа піскен жемістерді іздейді. Ал балықтар өздігінен жемістердің қай жерде екенін анықтай алмайды. Маймылдар қоректеніп жатқан кезде жемістердің біраз бөлігін суға түсіріп алады. Балықтар соны пайдаланады. Әрбір түйір үшін тартыс жүреді. Енді пирапутанга жемістердің қайда іліп тұрғанын біледі. Бұтақтарда әлі де көп тағам бар. Маймылдар жоқ кезде олар өздері әрекет ете бастайды. Жетістік пен сәтсіздіктің арасын небәрі бірнеше миллиметр ғана бөліп тұр. Жылдам қимылмен балық ауада өз олжасын қағып алады. Мұндай көріністі күнде көре бермейсің. Пирапутанганың осында ерекше қоректену тәсілі судың тазалығына толықтай тәуелді. Жыл сайын қараша айында Амазонка джунглиі түбегейлі өзгереді. Жаңбыр суына қаныққан өзендер арнасынан асып, кең аумақтарды су басады. Су деңгейі көтерілген сайын, құрлық жануарлары биігірек жерге көтеріледі. Маймылдар мен құстардан қашып жүрген жәндіктердің жағдайы одан сайын қиындай түседі. Себебі, енді оларды ең күтпеген жерден тосып тұрған жаңа жыртқыштар пайда болды. Бұл аравана балығы. Оны секіре алатындықтан су маймылы деп те атайды. Әдетте бұл жыртқыштар ұсақ балықтармен қоректенеді. Бірақ су тасқыны кезінде олардың әс мәзірі әлдеқайда байи түседі. Аш, ұзындығы 90 сантиметрлік аравана олжа іздеп су бетінде атылып шығады. Ол жемтігіне жақындағанда суды сәл толқытады. Жоғары қараған көздері балыққа жәндікті немесе өрмекшіні анық көруге көмектеседі. Нысананы белгілеген соң, ол зымырандай судан атып шығып, өзінің түскі асын сол сәтте жұтып жібереді. Менің де осындай өнерім бар деп қолтырауындарда қалыспайды. Мысалы, Кариб көлінің екі батпағында сирек кездесетін кубалық қолтырауын мекендейді. Ағаштарда оның сүйікті азықтарының бірі. Көлемі үй мысығындай келетін кеміргіштер тіршілік етеді. Құрбанын қолға түсіру үшін бар болғаны күшті құйрығымен сермеу жеткілікті. Айдарлы қолтырауынның да бұндай қабілеті бар екен. Олар ұзындығы 7 метрге дейін жететін, ал көлеміне қарамастан судан оңай көтеріле алады. Жарқанаттарға ағаш үстінде отырса да, қолтырауындардан тыныштық жоқ. Күшті құйрығы денені судан итеріп шығарып, бұтақтағы олжаны қағып алуға жеткілікті жылдамдық береді. Бразилия мен Венесуэланың шекарасында сыртқы дүниеден толықтай оқшауланған бір үстіртте ерекше қара құрбақа мекендейді.
Мұндағы ылғалдылық тіпті тропикалық орманнан да жоғары, әрі жыландар жоқ. Алайда басқа бір жыртқыш бар, ол құс жегіш өрмекші. Ол өз жемтігіне білдіртпей, ақырындап жақындайды. Ал қара құрбақа секіре алмайды. Бірақ оның өзін қорғаудың бір тәсілі бар. Қауіп төнген сәтте, ол жай ғана төмен қарай өзін тастап құлайды. Құрбақа бұлшық еттерін жиырып, өзін қатты, әрі серпімді, резеңке доп сияқты етеді. Ол өте кішкентай, әрі салмағы тым жеңіл болғандықтан, құлау барысында ешқандай зақым алмайды. Жабайы табиғат осындай таңғажайып жаңалықтармен бізді таңғалдыруын тоқтатпайды. Ендеше біздің видеомыз осымен аяқталды. Арнама жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпайық. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.